Сәлем баршаңызға. Рамазан айы мүбәрәк болсын. Рамазан ислам күнтізбесінің 9-шы айы. Бұл айда мұсылман бір ай бойы ораза тұтады. Яғни таң сәріден күн батқанша ішіп-жеуден, түрлі жаманшылық атаулыдан өзін пак ұстап, күнә істерді тоқтатады. Рамазан сөзі күйдіру өте ыстық деген, яғни өткен күнәларды күйдіріп өшіруші деген мағынаны білдіреді. Бұл айда орындалатын ең басты діни амал ауыз бекіту, ораза болып саналады. Рамазан айында ораза ұстау бүкіл адамдарға бірдей парыз болмайды. Жыныстық толысу жасына жетпеген балалардың ораза ұстаулары міндет емес, бірақ кейбіреулер ұстайды. Айтқанымен жыныстық толысу кешіккен жағдайда ораза белгілі бір жастан кейін ер адамға да, әйел адамға да парыз болады. Құран бойынша егер ораза ұстау ауру адам секілді біреудің денсаулығына зиян әкелу мүмкіндігі болса, бұл адам ораза ұстамаса да болады. Мысалы, қант диабет ауруына шолыққан адам немесе емізетін екі қабат әйел адамдар әдетте ораза ұстамайды. Алайда бұндай адам оның орнына мұқтаж кісіні тамақтандыруға шақырылады. Рамазан мезгілінде мұсылмандар ислам қағидаларын неғұрлым тиянақты орындаулары, жыныстық қатынастан бас тартулары, зорлық-зомбылықтан сақтанулары, ашу, қызғаныш, дүниеқорлық, қанағатсыздық, құмар сияқты сезімдерге жол бермеулері, ашулы не мысқылды жауап беруден, өсек тасудан сақтанулары тиіс. Адамдар бір-бірімен әдеттен гөрі тату, ынтымақты өмір сүреді деп күтіледі. Бүкіл ерсі-дыбыспен, көріністен аулақ болу керек. Ой мен амалдың екеуінің де тазалығы маңызды болып саналады. Ораза Құдаймен жақындасуға бет бұратын әр мұсылман тұлғаның өз алдындағы ибадаты. Ораза ұстау амалының мақсаты жүректі дүниелік тіршіліктен аластатып, адамның ішкі дүниесін зақымнан тазарту болып табылады. Ал достар, ниеттеніп тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Тағы да Рамазан айы мүбәрәк болсын.